Мен интерстициальды өкпе ауруы туралы айтқалы отырмын. Ол ал деп аталады. Пульмонолог ретінде мен алдымен ауыратын көптеген науқастарды көремін. Олар бізге өмірінің өте кеш кезеңдерінде келеді. Мұнда жалпы симптомдар құрғақ жөтел. Ол науқастарда тұрақты болады. Немесе жай ғана тыныс алу қиындығы. Бұл астма немесе басқа да аурулар болуы мүмкін. Олар басқа жерде емделген. Бірақ олар интерстициальды өкпе ауруы деп аталатын маңызды мәселеге тап болады. Ол уақыт өте келе емделмейтін болуы мүмкін, егер олар ең кеш кезеңде келсе. Сондықтан болашақта ал дамуы мүмкін жалпы науқастар. Бұл дәнекер тіннің бұзылуына ұқсас буын ауруы бар. Ревматологиялық ем қабылдайтын адамдар. Бұл науқастарда интерстициальды өкпе ауруының даму қаупі жоғары. Екінші нұсқа созылмалы темекі шегушілер. Қатты темекі шегушілер ал дамытады. Және қазіргі уақытта біз темекі шегуші немесе ревматология мәселесі жоқ көптеген науқастарды көреміз. Олар гиперсезімталдық пневмонитіне жатады. Бұл аздап аллергиялық мәселе. Мұндай гиперсезімталдық пневмониті көгершіндерге, тоты құстарға, какадуға, экзотикалық құстарға ұшыраған науқастарда болады. Сондықтан бұл науқастар осы құстардан жоғары деңгейдегі антиген әсерін алады. Немесе оларда қайталанатын мәселелер, мысалы тұрақты жөтел пайда болады. Бұл қайталанатын антиген әсері өкпеге зақым келтіреді. Бұл жағдайдың барлығын қарапайым жоғары ажыратымдылықтағы КТ сканерлеуімен анықтауға болады. Бізде өкпе функциясын тексеру бар. Ол науқастарда өкпе сыйымдылығының қалай төмендегенін көрсетеді. Сондықтан КТ сканерлеуімен дұрыс бейнелеу жасалып, өкпе сыйымдылығы анықталғаннан кейін біз іл деңгейін сандық түрде бағалай аламыз. Әрине, біз емдеуді бастауымыз керек. Себебі емдеуді кешіктіру нашар болжамға әкеледі.